Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Біздің мұғалімдік платформамыздың менің сыныптарым мәзірін таныстыру. Менің сыныптарым мәзірінде мында жазылған: сынып тізімін жасаңыз, себебі топқа бөлу тағы басқа құралдарда сынып тізімі керек болады. Мысалы, құралдар бөлімінің ішіндегі топқа бөлу классикалық генератор. Осы жерде сақталған сыныпты жүктеу батырмасы бар. Егер сізде менің сыныптарым мәзірінде сақталған сыныптар тізімі жоқ болса, бұл сақталған сыныпты жүктеу батырмасы іске қосылмайды. Ол кезде сіз классикалық генераторды қолданар кезде оқушылардың есімін қолмен толтыру керек боласыз. Уақытты үнемдеу үшін мұнда өзіңіздің сыныбыңызды атын жазыңыз. 7-ші А сыныбы. Кейін оқушылардың тізімін қолмен жазып шығыңыз. Сосын сыныпты сақтау батырмасын басамыз. Нәтижесінде бізде 7А сыныбы 22 оқушы бар. Енді осы сақталған сыныпты біз құралдар бөлімінің ішіндегі топқа бөлу классикалық генератор сақталған сыныпты жүктеу мұнда батырмасы арқылы оқушылардың тізімін бірден пайдалана аламыз. Сондықтан сізге осы платформаға тіркелгеннен кейін өзіңіздің сынып тізімін мұнда енгізіп қойғаныңыз өзіңіз үшін тиімді болады.